Үй салу кезінде қазекеңдердің жіберетін төртінші үлкен қателігі ол жоспар. Орысша айтқанда план. Маған клиенттер сондай айтады, мен таңертең фундамент қоямын, маған бүгін план керек дейді. Сөйтіп асығыс үстігіс еш ойланбастан, үйіндегілермен ақылдаспастан план сызып, мен айтқанды тыңдамайды, конечно. Сосын таңертең фундамент қояды, үй салып болғаннан кейін анау өмір бойы бармағын шайнап өтеді. Мына бөлмем тар болып кетті, ана бөлме кең болып кетті, үй шаруаққа тақалып кетті, гараж салатын орын жоқ, летний кухня салатын орын жоқ дейді. Ну, конечно, асыққан шайтанның ісі, сен қайда саласың, мен түсінбеймін. Үй салу дейтін сенің өміріңде болатын бір ең үлкен оқиғалардың бірі, и сен соған соншалықты салдыр-салып қарайсың, сосын зардабын өмір бойы шегіп өтесің. Манағыдай летний кухня, гараж салу дейтін ол үй салмай тұрып жасалатын, ойластырылатын нәрселер. Ал сендер қазақтар үй салып аласыңдар да отырасыңдар, қай жерге летний кухня салсам деп. Міне, бұл жақсы генплан. Даже үйдің планының өзінде сендер көптеген қателіктер жібересіңдер. Мысалы, холл саласың, холлдың айналасын бөлмелермен қоршап. Спальня, детский зал, кухня. Ана холлдың терезесі жоқ, жарық түспейді, күндіз сөйтіп жабып отырсыңдар. Немесе туалет ваннаны үйдің орта жағына салып қойсыңдар, ананың терезесі қоршық жоқ, ішінде вентиляция іште болмайды, шіріп жатады. Именно осындай көптеген қателіктер жібересіңдер, асығып. Сосын ең соңында саған бір ұнамайтын үй шығады, сол үйде өмірде тұрасың, болмаса ақыр соңында сатып жібересің. Міне плансыз бағаның кесірінен осындай сендер үлкен қателік жібересің. Бұл төртінші үлкен қателік. Алда соңғы бесінші қателік бар.